бар ғой, олда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Демек сен үшін ол қалыпты. Әрине, олда тұрған ештеңе жоқ деп есептеймін. Сенің болашақ жарың қандай болу керек сонда? Менің болашақ жарым осындай қылықты болған еді. Гүлназ сияқты. Иә, қылықты болған. Типажың осындай. Иә. Түсінікті, енді бағдарлама барысында білеміз ғой енді. Әрине. Сіздің жігіттері деген теманы жабамыз ау бүгіннен бастап. Мен айттым, бұл сол талапта қаламын. 30-дан асқан жігіттер ғана келсін маған. Бірақ 30-40-тағы ер адам завтрак істеп бермейді ау, по-любому. Одан бір 20-25 жасар бір баланы ұстасаңыз, ол завтрак точно жасап береді, айтқаныңыздан шықпай. Бір тымсымай бәрін жасайтын сияқты. Бір штук жұмыртқа қуыра алмаса, енді оның несі еркек. Енді оған бір қиналады да. Жасағысы келмейді, әйелім жасасын дейді. Кеп точно менің жанымда жүрмейді, онда бір штук жұмыртқа пісіре алмайды. Балықтарым қайырлы таң. Мен жұмысқа барып жатырмын. Мен артық болып қиналдым. Жаздың соңғы күндерінде ұйқымды киіп үйгенейін деп. Жолға сен жаңа бір талай пікір айтып қалдың. Басты сұрақ, Гүлназ ұнап қалды ма? Жоқ, енді ұнап қалды деп айта алмаймын енді. Енді қыз да өзінің қылықтарын айтып отыр ғой. Егер маған да сөйтіп, енді болашақ жарым деп айтайын. Болашақ жарым сөйтіп келіп жататын болса, ода тұрған не бар деймін, иә? Жаңа аяқ киім кигізіп бере салу, басын жуып бере салу деген сияқты сондай нәрселер бар. Ал енді дальше Перизат ханымға кетейік. Перизат ханым, қалыңыз қалай? Вот, ақырындап. Жақсы ма? Жақсы. Перизат ханым, енді кеше айтып жатсыз ғой, 25 жастағы жігітті қабылдамайын деп 25 жасар жігіттің қасына тұрып алып өзі. Шермұхаммедтің қасына. Солай болып қалды енді. Қайтеміз. Или Шермұхаммед сіздің қасыңыздан қалмай жүр ме? Қалай болып, қайсысы дұрыс түсінбей тұрып пока. Енді онда сол теманы жабамыз ау, сол 25 тойын алдым. Басқашалау бояндым, чуть-чуть қатты емес. Шашымды жинадым. Так как солай болу керек болып тұр. Образымды чуть позже көрсетемін. Короче, бірдеңе собирать еттім, чтобы бір интересный образ шықсын деп. Ол образ қазір әдем болам, әдем болмаймын, әдем болады шығар деген үміттемін.